Алла Таала біз айттық қой, дәрежені көтеріп қояды деп. Сол дәрежені көтергендігін сезеді әр адам өзін. Қарап отырсаң, расымен адам қарап қалады. Бүгін бір аят жаттадыңыз ба? Уже дәрежеңіздің көтерілгенін байқайсыз да. Ондай болса, Фатиха сүресін бастайық. Қазір енді әрқайсымыз айтып отырмыз. Әрқайсымыз аузымызды ашып отырып, қасымыздағы адамнан ұялмай айқайлап тұрып айтыңыз. Жамырап айта берейік пе? Жоқ, мен айтамын. Жеке-жеке. Құранды үйренудің екі әдісі болды. Біреуі жазылған әріптерден оқытып үйрету, екіншісі тыңдатып, қайталатып үйрету. Слухпен. Бізде негізі кезінде ауыз әдебиеттен бәрі ауызша тараған ғой бізде енді. Қаншама жырлардың бәрі, аңыздардың бәрі ауызша тарап отырған. Және Құранда кезінде ауызша жаттатылатын болған. Құранды жаттатқан кезде кішкентай балаларға олар әріп танымайды ғой әзірге. Оларға айта береді, құлағына айта береді, олар жаттап алады. Қаншама сүрені жаттап алған, бірақ оқу білмейді. Тіпті сондай сахабалар болған, оқу білмейтін сахабалар. Бірақ Құранды жаттайтын болған. Құранды жатқа айтып тұратын қарилар болған. Оқу білмейді өзі. Бірақ тыңдап отырып жаттан. Ол тыңдап отырып қалай жаттады? Осылай отырып қайта оқып, қайталап, оқып береді, қайталайды, оқып береді, қайталайды. Бұл сол кездегі үйретілген әдіс. Сол үшін біз қазір осы әдіспен оқып үйренетін болсақ, көп нәрсені ұтамыз. Қазір енді 28 әріпті үйренуімізді бастайық. Бастайтын болсақ, келесі аптада жартысы жоқ. Одан кейінгі аптада мына жақ жартысы жоқ. Одан үшінші аптада ешқайсысы жоқ отырады. Сол үшін біз қазір бірден слухпен жаттауға басы кетеміз. Жаттағандарымыз бар шығар, бірақ қате жатталған болса соны үзейміз. Biz endi a'udhu billahi minashshaytonirrojim bismillahirrohmanirrohim өттік қойдық қой. Мына жерде бірақ көбіңіз болған жоқсыздар. Бірақ бірге қайталайық та бірден Фатиха сүресінің өзінің аятына кірісейік. A'удhu 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 Бізде мынандай қателік болды. Әсіресе айын деген дыбысқа келген кезде біз көп қателесеміз. Айын деген дыбысты шығарамын деп, оған дейінгі және одан кейінгі әріптің бәрін айын қылып жібереміз да. Айын деген әріп ол тамақтан қысылып шығады. Бірақ ол өзі жалғыз қысылу керек те. Оның қасындағы әріптер қысылмау керек. Мысал айтқанда былай істейміз. Аузу деп уже әні қысып жатырмыз да, көрдіңіз бе? Аузу олай емес. Деген дыбыс анық шығу керек. Одан кейін барып айын. A'у Ал енді әні одан кейін айынан кейінгі уды қыссақ, онда бұзамыз да, Құран дұрыс емес. Аузу болмайды да ол. Көбіміз сөйтіп оқи саламыз ғой. Айынды шығарамын деп тырысамыз да, бүкіл әріптің бәрін айын қылып жібереміз да. Аузу болмайды, қате. Аузу A'удhu У деген әріптің өзі таза шығу керек. У Аузу A'udhu Бұл кетпеу керек та. A'udhu Удың өзі бұл кетпеу керек. Емес ол. Деген шықты, бітті, у анық шығу керек. У деген, мысалы қарайсың. У деген кезде анық шығып тұр ма? Дәл солай анық шығу керек те. Аузу A'udhu болмау керек те. Аузу A'udhu Сосын уды айтқан кезде аузымыз шүкірейді. Махраж деп айтады да, бұның махраж. A'udhu Кәдімгідей. A'udhu A'udhu Мына у деп айтып тұрған сияқты боламыз өзімізше, бірақ сыртқа ол анық естілмейді. Іштей біз өзіміз у екенін біліп тұрамыз, бірақ сырттағы адамға ол естілмейді. A'udhu У дейсіз? Не осы? Ауыз шүкірей көріп кәдімгі. Ал енді біз A'udhu A'удhu Бұқаман өрікті A'удhu емес. A'удhu A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi
billahi. أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان من من الشيطان من الشيء من الشيء من الشيطان من الشيطان сосын то деген кезде о деген дыбыс шықпау керек ол жерде шейто о деген дыбыс жоқ негізінде біз көбінесе о деп айта береміз ғой шейто десек қате ол бұл жерде о деген дыбыс шықпайды біздің аузымыздың формасы кәдімгі деген дыбыста тұрады да біз енді алифті айтқан кезде ғой тура осылай формасында о да емес да тұрады бірақ біздің дыбыс мына тереңнен жуан болып шығады мына жақтан шығады сол кезде жуан болады сонда шейто деген кезде ұшынан шығады о деген кезде тамаққа қарай шығады شيطان то десек қате болады شيطان من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ро емес те рожим емес ро رجيم айырмашылық көп тұр ғой мысалы омен айтайын мен мысалы рожим бұл қате рожим деп айтпаймыз қалай болады рожим من الشيطان الرجيم сосын мим деген әріп бар нун деген осы екі әріп тоқталған уақытта сәл 1-2 секундтай оны ұстап тұруымыз керек мысалы шейтонир раджим деп қысқалуымыз керек те н деген әріп пен м деген әріп сәл ұстап қалуымыз керек ұстау керек өйткені біз оны деп шығармасақ ол естілмейді сыртқа өзіміз естіп тұрмыз бірақ сыртқа естілмейді сол үшін де жаңағы біздің ана амандасқан кезде ассаламу алейкум деген кезде м деген әріптер алейкум деген жерде м әріптер біз дұрыс шығармағаннан кейін оны жастар балалар артымыздан естіген балалар оны қате естіп қате жаттайды да ассалаумалейкум болып кеткен ғой ассалаумалейкум болып кетеді да соңында саумалейкум болып кетеді неге бұның барлығы өйткені оны дыбыстап жатқан адам әріптің хақысын бермей айта салады да ол ал ол өзіне дұрыс естілгенмен тыңдаушы адамға қате естіледі ол қате жаттайды содан сол үшін де біз фатиха сүресін ықылас сүресін барлығын қате жаттап алғанбыз ғой өйткені қате естігенбіз да сонда рожим минашшайтонир раджим ауызды ашып тұрып былай ішіндегі мына ұйықтап қалған ғой клеткалардың бәрін ояту керек қимылдап айту керек оны былай болмайды минашшайтонир раджим ауыз бүйтіп тұрмау керек те ол минашшайтонир раджим бисмиллахир п емес те бисмилла деген болмады бисмилла бисмиллахир рахманир ра болып кетпесін рахман емес және рахман да емес та о емес рахманир рахим алхамду х емес алхамду емес х болмайды иә деген дұрыс жоқ алхамду біз жаңа айттық м әрпіне үстіне сукун тоқтау белгісі қойылған кезде сәл ұстап қаламыз алхамду егер былай өткізсек
Alhamdu. Alhamdu. Болса мы естілмей. Alhamdu. Alhamdu. Ham ұстайсыз.